Диалогты оқыту және эвристикалық сұхбат деген жалпылама ұғым бар. Сіздерге сұрақ, эвристика дегеніміз не? Эвристикалық сұхбат деген қалай түсінесіздер? Сабақта өте көп қолданамыз негізі. Ал бірақ сіздер оның анықтамасын білмеулеріңіз мүмкін. Енді араларыңызда білетіндер бар шығар, енді білмедім. Қалай ойлайсыздар? Эвристика дегеніміз не? Архимедтің эврика деген сөзі естеріңізде ма? Жаңашылдық. Эвристика дегеніміз ол нақты жауабы жоқ, адамды ойландыратын сұрақтарға негіз. Оның жауабы оқушыға ешқашан берілмейді. Яғни ол оқушының логикалық қабілетін былайша айтқанда дамытады. Мысалға, диалогтық және эвристикалық сұхбаттар элементтері дедім, бастапқы тақырыбын жалпылама бізге жасанекелік жасап берді, ал қалғанның барлығын өз мысалдармен қарап шықтым. Енді қараңыздар, Абылай хан ел тағдырын қалай түсінді? Нақты жауап берілмейді, оқушының ойлауына былайша айтқанда көмектеседі. Егер сен Абылай ханның орнында болсаң, қандай шешім қабылдар едің? Ханның жалғыздығы мен халқының үміті арасында қандай байланыс бар? Яғни бұлар былайша айтқанда нақты жауапсыз ғой. Мысалға, мен Абылай ханның орнында болсам, мен қандай шешім қабылдаймын деген сияқты, ойландыратын сұрақтар. Енді бұл сұхбат неге көмектеседі? Яғни сұхбат арқылы рефлексия, эмпатия, ойлау қабілеті дамиды. Енді бұл жерде бізге бейтаныс ұғым эмпатия. Эмпатия деген бізде әріптесі? Біреудің орнын. Кейде сіздер психологиялық тұрғыдан моральный жалғыз қалған кезде былай жандарыңыз ауырған кез болды ма? Мен ішімдегі сырды мына адамға айтқым келеді деген сияқты. Әсіресе әйел адамдар эмоцияға берілетіндіктен сіздер осындай нәрсеге жиі ұшырайсыздар негізі. Яғни эмпатия дегеніміз ол біреудің әңгімесін өз жүрегімен түсіну ғой негізі. Эмпатия дегеніміз сол. Психологияда өте көп қолданылады эмпатия деген. Енді қараңыздар, салыстырмалы кесте тарих пен әдебиет. Енді сіздерге жаңа эвристикаға байланысты айтпақшы, бұл жерде не бар? Аналитикалық деген нәрсе бар. Абылай хан елдің тағдырын қалай түсінді деген қалай айттыңыз? Балалар Абылай ханның орнында болып, соны өздері айтады дедіңіз бе? Абылай ханның жағдайын? Ол енді баланың логикасына байланысты болады. Мүмкін бала жалпылама өзінің аналитикасын айтатын шығар. Мүмкін Абылай ханның орнына өзін қойып айтатын шығар. Енді ол баланың ойлау қабілетіне байланысты. Осылай, мысалы, осындай ақпарат беру арқылы балаларды шығасына қаламыз деп ойламаймыз ба? Ол енді баланың ойлауына байланысты. Жетінші сыныптың баласы әлі өзінің ақыл ойы толық тұрақтамаған адамда. Сондықтан да осындай ақпарат сұрақтарды қойып арқылы бала өзінің айтқанына сеніп қалып, Абылай хан туралы солай Абылай хан туралы мен осылай айттым, осылай шығар деп сондай немен келіп қалады деп ойлаймын. Бала емес қой, басқа балалар да өздерінің ойларымен жан-жақты. Қараңыздаршы, 20 бала болса, 20 түрлі ойлайды ғой негізі. Барлығын ойлап, біреу болу мүмкін емес қой ол. Мысалы, сіздің ойлаған нәрсеңіз мен ойламауы мүмкін. Жоқ, мысалы, сол балаларға мұғалім, мына мына жерде баланы кішкене қайдырып жүреміз ба деп ойлап тұрмын да. Жақсы, әпкесі, жалғастыра берейін, иә? Жалғастыра берейін. Қараңыздаршы, келесі аналитикалық дағды бұл алдында Бақтар апай айтып өтті, салыстыру, иә? Бірақ ол тарихта да қолданылатын ұғым екен. Қараңыздар, салыстырмалы кесте тарих пен әдебиет. Енді қараңыздаршы, бізде былайша айтқанда Абылай ханның 300-ді біріктіру ол тарих қой былайша айтқанда. Бірақ былай мәлімет бойынша Абылай ханның билікке келуі сұлтандар арасындағы алауыздық бұл мәтіннен үзінді енді. Енді соған аналитика ел ішіндегі ішкі қақтығыстар мемлекеттілікке қауіп төндіргені дейді. Енді мынаған байланысты сіздер өздеріңіздің ойларыңызды айтып көріңіздерші. Мына мәтінге байланысты. Егер айта алсаңыздар, демек сіздер аналитика жасап жатсыздар. Қорқынышты шығару. Иә. Жақсы. Жоңғар шапқыншылығы қалмақтың қара ордасы құласа да, үрейдің ізі кеудеден кетпеген. Яғни соғыс тек шайқас емес, халық арасында қалатын жара ғой. Келесі, Ресеймен саяси қарым-қатынас, Абылай ханның екі жақты саясат ұстануы, тарихи дипломатия мен ұлт амандығы арасындағы нәзік. Әріптестер, ең болмаса біреуіне аналитикалық талдау жасап көріңіздерші. Қайсысы ыңғайлы көріңіздер? Салыстыра отырып, жаңағы қорытынды шығару. Біз мысалы БЖБ деді өткенде солай салыстырып отырып қорытынды шығару қой. Өсім бар ма жоқ па? Регресс па прогресс? Келесі.
Енді Қазақстанда тәжірибелік зерттеулер мен нәтижелер бастауыш сыныптарға тоқталмай ақ қояйын. Тілдік дағдылар, яғни тілдік дағдылар мен коммуникацияға дамытуға бағытталған әдістемелер. Яғни алдында сіздерге айтып өттім, коммуникация дегеніміз дұрыс жеткізе білу, иә. Яғни сіздерде өмірлеріңізде ұшырасты ма, мүмкін университетте мысалға қазақ тілін жетік білмеген мамандар сіздерге сабақ беруі мүмкін мысалға. Сондай болды ма сіздерде? Демек, ол тілдік дағды болып есептеледі. Яғни ол өз тілін толық білмегендіктен сіздерге толыққанды білім бере алмайды. Бұл жерде соны айтып отыр. Қазір депутаттардың арасында мәжілісте қазақ пән мұғалімдері қазақ тілінде орысша сөйлеп жатады да балалар. Орысша не айтасыз, қазақ тілінің мұғалімісіз ғой десем, олар қазақша толық түсінбеуі мүмкін дейді. Мен неге сіз мысалы сол сөзді балаға түсіндіріп вообще қазақ тілі сабағы орыс классында болса қазақша сөйлемеу керек. Өйткені олар қазақ тілін біріншіден мемлекеттік тіл ғой, сыйлай білу керек, не оны түсіне білу керек, сөйлей білу керек. Бізде мысалы семейде былай болатын, ана қазақ тілі мұғалімі вообще орысша сөйлемейді. Тек қазақша сабағын жүргізеді, сұрақты да қазақша болады. Ана ежіктесін, естесін оқиды, айтады жауабын. Келесі электронды оқу ресурстары, бұған тоқталмай ақ қояйын, оны жақсы білесіздер ғой. Енді ол ағылшын үш тілде өте береді. Келесі пәнаралық тәжірибенің артықшылықтары мен қиындықтары. Енді артықшылықтарына тоқталмай ақ қояйын, бірақ қиындықтарында мұғалімдердің кәсіби дайындығын арттыру қажет деген нәрсе бар. Яғни бұл пәнаралық байланысқа байланысты айтылып отыр. Жаңа Аида апай жақсы айтып өтті, иә. Яғни бір ғана тақырыпты әр пән әртүрлі оқытады. Мысалға су тіршілік көзі десе, химияда оның құрамын оқытады, географияда аймақтарын оқытады, ал тарихта біз ежелгі атауларын, иә, қандай соғыстар жүрген мысалға біз соны өтеміз. Демек, мұғалімнің кәсіби дағдысын арттыру қажет деп отырғанымыз, мұғалім тек қана пәнаралық байланыс болғандықтан басқа пәннен де хабары болуы керек деген нәрсе ғой бұл жерде. Мысалы біз тарихта жаңағы термин сөздермен жұмыс істейміз, иә, мысалы топонимика дегеніміз не дегендей, мысалы жер су атауларын зерттеу деп, сонда бұнда қараңыздар тарих географиямен де байланыс. Рас қой? Мысалға жасыратыны жоқ, кейбір сабақтарға қатысқан кезде пәнаралық байланыс деп ашық жазып қойған, бірақ мұғалімнің сол пәнге байланысты білімінің жеткіліксіздігінен толық жеткізе алмады. Тақырыпты аша алмай қалады. Иә. Өйткені пәнаралық байланыс деп қазақ әдебиеті, тарих, географияның қосымы үшеуінен де болу керек. Сіздер пәнаралық байланысқа мысалға бір пәнді енгіздіңіздер ме, сол пәннен міндетті түрде сіздердің хабарларыңыз болу керек емес. Хотя бы картамен жүргізсеңіз. Жақсы. Келесі, жалпылама болашаққа көзқарас, яғни мұғалім бір жерде тоқтап қалмау керек, ол өзін-өзі дамыту керек. Яғни тиімді құрал, инновация және ең соңында кәсіби даму деп біз үш басқыш, бір-бірінен өткен қояды. Басқыш әдісімен жалпылама осылай қорытындыладық. Енді ең соңында сіздерге біз бірге білімнің жаңа деңгейінде жетеміз деп сөзбен аяқтап отырмыз.